Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 50-ші сабақ. Тақырыбымыз бөліндінің мәнінде нөлдер болатындай көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу. Бүгінгі сабақта сіздермен бөліндінің мәнінде нөлдер болатындай көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлуді орындап үйренетін боламыз. Сабақты бастамас бұрын каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма: мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында қазақтың музыкатану ғылымы тарихында тұңғыш рет 5 томдық қазақ музыкасының антологиясы жарық көрді. Есепте және осы кітаптың бірінші томы қай жылы жарық көргенін анықта. 650 көбейтілген 25 азайтылған 14237. Бірінші 650 мен 25-ті көбейтіп аламыз. Оның мәні 16250. 16250-ден 14237-ні азайтамыз. Сонда 2013 жылы жарық көрген екен бірінші томы. Екінші тапсырма: есептеуге қарай екі таңбалы санға бөлу алгоритмін қолданып есептеуді түсіндір. Яғни бізде 8624-тен 28-ді бөлген. Біз 86-дан бөлеміз 28-ді, 86-ның ішінде 3 рет кездеседі. 3-ті 8-ге көбейтеміз, 24, 2 ойда, 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6, ойдағы 2 мен 8. 86-тан 84-ті азайтамыз, 2 болады. Сосын 8624-тің 2-ның жанына келеміз, 22 болады. 22-ның ішінде 28 0 рет кездеседі. Бұл жетпегеннен кейін 4-ті келеміз. 224-тің ішінде 28 8 рет кездеседі. 8-ді 8-ге көбейтеміз, 64, 6-сы ойда. 8-ді 2-ге көбейтеміз, 16, ойдағы 6 мен 22. 222-ден 222-ні азайтамыз, 0 болады. Дәл осы түрде де 93.860-ты 52-ге бөлеміз. Келесі есеп. Үшінші есеп: есептеулерді жазбаша орындап, оны тексер. Бізде берілген 9684 бөлеміз 12-ге. 96-ның ішінде 12 8 рет кездеседі. 8-ге 2-ні көбейтеміз, 16, 1 ойда, 8-ге 1 8, ойдағы 1 мен 9. 96-тан 96 азайтамыз, 0 болады. 8-ді келеміз. 8 12-ге жетпегендіктен 0-ден береміз. Одан кейін 8-дің жанына 4-ті келеміз. 84-дің ішінде 7 рет кездеседі. 7-ге 2-ні көбейтеміз, 14, 1 ойда, 7-ге 1-ді көбейтеміз, 7, ойдағы 1 мен 8, 84-тен 84-ті азайтамыз, 0 болады. Дәл осыны тексеретін болсақ, 807-ні 12-ге көбейту арқылы біз есептің дұрыстығын тексереміз. Есептің мәні 9684 шығады, яғни біздің бөлуіміз дұрыс деген сөз екен. Дәл осы түрде қалған есептерді де шығарамыз. Төртінші есеп есептеуге қара қалай есептелгенін түсіндір дейді. Яғни бізде 820.680-ді 21-ге бөлеміз. 82-ден бөлеміз, 3 рет кездеседі. 3-ті 1-ге көбейтеміз, 3. 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6. 82-ден 63-ті азайтамыз, 19 қалады. 19-ға 0-да келеміз, 190 ішінде 9 рет кездеседі. 9-ға 1-ді көбейтеміз, 9. 9-ға 2-ні көбейтеміз, 18. 190-нан 189 азайтамыз, 1 қалады. 1-дің жанына 6-на келеміз. Яғни 16-ның ішінде 21 0 рет кездеседі. Одан кейін 8-ді келеміз, 168. 168-дің ішінде 8 рет кездеседі. 8-ді 1-ге көбейтеміз, 8. 8-ді 2-ге көбейтеміз, 16. 168-ден 168 азайтамыз, 0 болады. Қалған міне 820.680-ның 0-і автоматты түрде жаңағы 8-дің жанына барады. Яғни 820.680-ді 21-ге бөлгенде 39.080 шығады екен. Тексеру үшін 39.080-ді 21-ге көбейтеміз. Сонда бізде 820.680 шығады екен. Есептеуіміз дұрыс. Бесінші есеп: есептеп дұрыстығын тексереміз.
Бізде 45.150-ді 14-ке бөлеміз. Бұл жерде бізде 3225 шығады. 3200-ді тексеру, яғни мәнін дұрыстығын тексеру үшін 3225-ті көбейтеміз 14-ке. 45.150 шығады, яғни есебіміз дұрыс екен. Екіншісінде 921.570-тен бөлеміз 51-ді. Бізде 18.070 шығады. 18.070-ті 51-ге көбейту арқылы 921.570 шығады екен. Яғни есебіміз дұрыс деген сөз. Үшіншісі 175.440-ті бөлеміз 43-ке. Мәні 4080, онды тексеру үшін 4080-ді көбейтеміз 43-ке, 175.440 шығады екен. Келесісі 986.750-ді 50-ге бөлгенде 19.735 шығады. 19.735-ті 50-ге көбейту арқылы біз дұрыстығын тексереміз. 986.750 шығады екен. Дәл осы түрде жаңағы қалған есептерінде шығарамыз. Алтыншы есеп. Композитор Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы туған. 1956 жылы Менің Қазақстаным әнін жазған. Ол уақыт өте келе Қазақстан Республикасының қазіргі мемлекеттік гимніне айналды. Өзінің осы танымал әнін жазған кезде Шәмші Қалдаяқов неше жаста болған? Яғни, туылды 1930 жылы, ән жазды 1956 жылы, неше жаста екені белгісіз. Шешуі 1956 жылда 1930-да азайтамыз, сонда 26 жаста болған екен. Менің Қазақстаным әнін 26 жаста жазған екен. Жетінші есеп. Өрнектердің мәнін тап. Бізде 988 қосылған 1530 бөлінген жақшаның ішінде 12 көбейтілген 6 азайтылған 62 берілген. Енді біз бірінші амал, бізде 12 мен 6-ны көбейтіп аламыз 72. Екіншісі 72-ден 62-ні азайтамыз, 10 болады. Үшінші 1530-дан 10-ды бөлеміз 153. Төртінші амал 488-ге қосамыз 153-ті. Сонда бізде 1141 шығады екен. Мәні 1141. Екіншісі, жақшаның ішінде 1519 азайтылған 637 азайтамыз. Жақшаның ішінде 4892-ден 4781-ді азайтамыз. Жақшаны жабамыз, бөлеміз 37-ге. Бірінші амал 1519-дан 637-ні азайтамыз, 882 шығады. Екінші жақшаны орындаймыз, 4892-ден 4781-ді азайтамыз, 111. Үшінші амал 111-ден 37-ні бөлеміз, 3 қалады. Төртінші 882-ден азайтамыз 3-ті, 879. Өрнектің мәні 879 шығады екен. Сегізінші. Мәтіндердегі деректер бойынша есеп құрастыр және шығар. 1980 жылы Алматы қаласында ұлттық музыкалық аспаптар музейі ашылды. Музей ғимараты ағаштан салынған сәулет өнерінің үлгісі. Оны 1908 жылы Андрей Павлович Зенков тұрғызды. Енді есеп ашылды 1980 жылы, тұрғызылды 1908 жылы, музей болды. Яғни 1980 жылдан 1908 жылы азайтамыз, 72 жылы. Яғни ғимарат 72 жылдан кейін музей болған. Екіншісі. Музейде көптеген концерттер мен кездесулер өтеді. Ересектердің билеті 500 теңге, ал балалардікі 300 теңге тұрады. Экскурсия жетекшісінің қызметі 850 теңге. Яғни ересектер билеті 500 теңгеден 2 адам, балалар билеті 300 теңгеден 4 адам, жетекші қызметі 850 теңге, барлығы қанша? 2 көбейтілген 500 мың теңге 2 билет, ересектерге 4 көбейтілген 300-ден 1200 теңге, 4 балала билеті 1200 қосылған 850, 3050 теңге барлығы. Яғни осы музейге кіру үшін барлығына 3050 теңге жұмсау керек екен. Келесі есеп, теңдеулерді шеш. 12.000 көбейтілген x тең 800 көбейтілген 30 берілген. Бізде 12.000 көбейтілген x тең
24.000, яғни 830-ді 30-ға көбейтіп аламыз. X-тен 24-ні бөлеміз 12. 24.000-ның 3 нөлімен 12.000-ның 3 нөлі қысқарады. Сонда 24-ті 12-ге бөлгенде 2. Сонда біздің X-іміз 2-ге тең екен. Екіншісі 80.000 бөлеміз Y тең 4.000 азайтылған 2.000. Енді 80.000 бөлу Y тең 2.000, яғни 4.000-нан азайтамыз 2.000-ді 2.000 болады. Y тең 80.000 бөлу 2.000, 80.000-ның 3 нөлі мен 2.000-ның 3 нөлі қысқарады. 80 бөлінген 2, сонда 40 болады. Y-іміз 40-қа тең екен. 10 есеп, ойлан және жауап бер. Музейге бару үшін оқушылар 3-3-тен сапқа тұрды. Айна, Әлия, Арман алдынан санағанда 7 қатарда, соңынан санағанда 5 қатарда тұрғандарын байқады. Музейге неше оқушы барған? Сапқа тұрды 3 адамнан, алдынан 7 қатарда, артынан 5 қатарда. Оқушы саны белгісіз. Яғни 7 қосылған жақшаны ашамыз. 5 азайтылған 1 тең 11. Екіншісі 11 көбейтілген 3 тең 33 оқушы. Музейге 33 оқушы барған екен. 11-ші есеп, есептеп дұрыстығын тексеру. Бұл жерде бізде бөлуге берілген есептер 73.980 бөлу 36, 68.880 бөлу 21, 107.940 бөлу 35, 195.760 бөлу 80, 908.820 бөлу 18, 247.230 бөлу 41 берілген. Бізде, яғни бірінші бөлуді орындап, кейін көбейту арқылы тексереміз. Біріншісін көрсетейін. 73.980 бөлеміз 36, бізде болады 2055. Оны тексеру үшін 2055-ті 36 көбейту арқылы 73.980 шығады екен. Яғни есебіміз дұрыс деген сөз екен.